Қайырлы күн құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен алтын саққа олимпиадасының 6 сыныптарының 2024-25 жылғы олимпиадасының облыстық кезеңін тапсырманы талдайтын боламыз. Олай болса, ең бірінші тапсырмадан бастайық. Ең бірінші тапсырма төмендегі теңдеудің шешімі ең үлкен теріс бүтін сан болу үшін бос орында қандай сан болуы керек дейді. Онда біз ең алдымен ең үлкен теріс санның нешеге тең екенін анықтап алайық. Ең үлкен теріс сан сіздерде ол x-тен -1 дегенді білдіреді. Ары қарай келесі есептейтін нәрсеміз, біз онда мынау x-тардың қосындысын анықтап алайық. Яғни 6-тан x, 12-тан x, 20-дан x өрнегінің мәнін тауып алайық. 6-тан x қосылған 12-ден x қосылған 20-дан x. Енді берілген өрнектің мәнін есептейтін болсаңыздар, сіздерде ортақ бөлмені келтіріп есептеген кезде 10-дан 3x деген жауап шығады. Енді ары қарай, онда біз 3x-ның орнына, 3 сандардың орнына 10-дан 3x деген санды жасақ болады. Онда бізде өрнек келесідей түрде болады. 10-дан 3x қосылған қандай да бір белгісіз сан тең болады 50-ден 7-ге. Енді біз x-ның орнына -1-ді қоя берсек болады. Онда біз 10-дан 3-ті x-қа -1-ге көбейтетін болсақ, мынаның орнына -1-ді қояйын. Бізде онда -10-дан 3 деген жауап шығады. Енді -10-дан 3-ке нешені қосқанда 50-ден 7 шығады деген сұрақ пайда болады. Ал оны табу үшін біз 50-ден 7-ге азайтамыз -10-дан 3-ті. Немесе екеуін бір-біріне қосуымыз керек. Егер амал дұрыс орындаған жағдайда бізде 50-ден 22 деген жауап шығады. Қысқартсақ, ол сіздерде мынау С жауабы 25-тен 11 деген жауап нұсқасы дұрыс болады. Ары қарай келесі екінші тапсырма 4-ке бөлінетін, бірақ 5-ке бөлінбейтін неше екі таңбалы сан бар деген тапсырма екен. Берілген есепті шығару үшін біз бірінші 1-ден бастап 100-ге дейінгі 4-ке бөлінетін, бірақ 5-ке бөлінбейтін неше сан бар деген санап алайық. Оны санау өте қарапайым. Біз 100-ді 4-ке бөлеміз деп, әр 4 санның біреуі деп 25 сан бар деп айтып есептеп алсақ болады екен. Енді берілген сандардың ішінде бізде 4, 8, 100 деген сандар бізге болмайды. Оларды есептеуге өткен 4 саны бір таңбалы сан, 8 саны бір таңбалы сан, 100 саны бір таңбалы сан. Сондықтан біз 25-тен 3-ті алып тастаймыз. 25-тен 3-ті алып тастайтын болсақ, бізде 4-ке бөлінетін 22 сан қалады. Енді келесі осы 22 санның барлығы 4-ке бөлінеді, бірақ біз оның ішінен 5-ке бөлінетіндерін алып тастауымыз керек. Ол деген бізде 20 деген сан, ол бізде 40 деген сан, ол 60 деген сан, ол және 80 деген сан. Яғни біз мына 22 саннан осы 4 санды шегеріп тастаймыз. Сонда 22 азайтылған 4 бізде барлығы 18 сан шығады екен. Есептің дұрыс жауабы 18 болады. Ары қарай келесі үшінші тапсырма. Мирас тақтаға көбейтіндісі 1600-ға тең болатын 2 натурал сан жазды. Осы 2 санның квадраттарының қосындысының соңғы цифрасы 5-ке тең, онда осы 2 санның айырмасы нешеге тең деді. Енді байқап тұрғандарыңыздай, көбейтіндісі 1600-ға тең болатын болса, яғни а көбейтілген б тең болады 1600-ға. Берілген сандардың біреуі міндетті түрде 5-ке бөлінеді. 5-ке бөлінеді деген сөз ол бізде 0-мен немесе 5-пен аяқталады. Және бізде квадраттарының қосындысы 5-ке, қосындысының соңғы цифрасы 5-ке тең дейді. Яғни екеуінің біреуі 5-ке бөлінетін болса, бізде жалғыз ғана жағдай берілген сандардың біреуі 5-пен аяқталу керек, сандардың екіншісі 0-мен аяқталу керек екен. Енді ары қарай келесі есептейтін нәрсе, яғни біреуі 0-мен біреуі 5-пен аяқталса, берілген сандардың әрқайсысы 5-ке бөліну керек деген сөзді білдіреді. Яғни бірінші 5-ке бөлінеді, және ол тақ сан болу керек, екінші 5-ке бөлінеді, бірақ ол жұп сан болу керек. Ал бізде 1600 саны 16 көбейтілген 100, яғни 2-ның 6 дәрежесі көбейтілген 5-тің квадраты түріндегі сан. 5 дегенді қазір біз абы сандарын теңдей бөліп береміз, ал міндетті түрде мынау берілген сан бізде тақ сан болу үшін бұл яғни бізде 5-ке тең болуы керек деген сөз. Яғни біздің бір санымыз 5-ке тең, екінші санымыз 2-ның 6 дәрежесі көбейтілген 5, яғни 1600 бөлінген 5 320-ға тең болады. Енді біздің ізделінді сандарымыз 320 мен 5. Енді сұрақ тексеріп көрсеңіз болады, көбейтісі 130, квадраттарының қосындысының соңғы цифры 5-ке тең. Енді осы 2 санның айырмасы нешеге тең дейді, осы 2 санды бір-біріне азайтып, біз 315 деген жауап нұсқасын белгілесек болады екен. Сіздерде ол нұсқасы, менде мында қателік кетіп қалыпты, яғни есептің жауабы 315 болады. Ары қарай келесі жалғастырайық. Келесі бізде 4-ші тапсырма. Мирас 50 000 санның 0 цифрымен аяқталатын барлық бөлгіштерін өсу ретімен жазып шықты.
яғни 10, 20 деген секілді ретпен жалғастыра береді. 19-шы орындағы санның нешеге тең екенін табуымыз керек екен. Онда біз ең алдымен енді тікелей санамаймыз. Біріншісі мынау, екіншісі мынау, үшіншісі мынау деп біз 50.000 санның неше нөлмен аяқталатын бөлгіші бар екенін санап алуымыз керек. Оны санау үшін біз ең алдымен 50.000 санын а көбейтілген 10 түрінде жазып алайын. Яғни 50.000 санның мен 50.000 санын жазып алайын а көбейтілген 10 түрінде. Сонда аның мәні бізде түсінікті, ол 5.000. Енді біз санауымыз керек, осы 5.000 санның неше бөлгіші бар екенін санамасақ жеткілікті. 5.000 сан егерде жіктеп жататын болсаңыздар, осы бізде 2-ның 3-ші дәрежесі көбейтілген 5-тің 4-ші дәрежесі тең болады. Енді 5.000 санның бөлгіштері ол 2-ның альфа дәрежесі көбейтілген 5-тің бета дәрежесі түрінде болады. Біздегі альфаның мүмкін мәндері ол 0, немесе 1, немесе 2, немесе 3. Ал беттаның мүмкін мәндері дәл солай 0, 1, 2, 3, немесе 4. Енді бүкіл неше мүмкін мән бар дейтін болса, біз 4-ке 5-ті көбейтіп, бізде 5.000 санының 20 бөлгіші бар. Онда 50.000 санның 0-мен аяқталатын 20 бөлгіші бар деп айтсақ болады екен. Енді ары қарай 20-шысы ол 50.000-ның өзі. Яғни біз біріншісі 10, екіншісі 20 деп санап жалғастыра берсек, 20-шы сан ол мынау біздің 50.000 санының өзі. Енді 19 санды табу оңай. Ол осының алдындағы сан, немесе біз 50.000-ді 2-ге бөлсек, ол санды 25.000 деп айтсақ болады екен. Яғни 4-ші тапсырманың жауабы Д нұсқасы болады. Ары қарай жалғастыра берейік. Келесі 5-ші тапсырма. Бізде қорапта 10 қызыл, 4 қара шар бар. Екінші қорапта 4 қызыл, 10 қара шар бар. Мирас 5 қара, 5 қызыл түсті шар алатынына сенімді болу үшін кемінде неше шар алу керек деген тапсырма екен. Енді мирас біз шарларды таңдап алған кезде қандай да бір ұяшықтан бастады деп қарастырып көрейік. Енді ол шар бізде немесе қызыл, немесе қара болуы мүмкін. Біздің қорабымыз бірінші қорап болсын. Енді оған алып жатқан шары ол қай кезге дейін шар алады деген сұраққа біз жауап берейік. Ол қораптан бізде 5 қызыл шар шыққанға дейін қораптан шарларды ала береді. Яғни ең алдында бізде ол шарларды бірінші қораптан алып жатыр. Қораптың ішінде 10 қызыл мен 4 қара шар бар. Енді ол осы қораптан алу керек шарлары ол 5 қызыл шар шыққанға дейін осы қораптан шарларды ала береді. Неге қызыл шар десек, өйткені ол екінші қораптан қызыл шарларды жинай алмайды. Сондықтан ол бірінші қораптан 5 қызыл шарды алады. Ол 5 қызыл шарды бір ретте алуы мүмкін, немесе 4 қара, одан кейін барып қана 5 қызыл шар алуы мүмкін. Енді бізде әзірше екінші жағдай жолы болмайтын жағдай, ең сәтсіз жағдай болып тұр. Ары қарай жалғастырайық. Осы шарларды алып алғаннан кейін ғана ол екінші қорапқа барады. Енді бірінші жағдайда ол 5 қызылды алып алғаннан кейін оған 5 қара шар керек. Онда ол екінші қораптан 5 қара шар аламын деп ұмтылады. Онда ол екінші қораптан 5 қара шар алу үшін бірінші қайттан жолы болмау керек. Сондықтан 4 қызыл шардың барлығын алады. И потом одан кейін алған шарлар точно 5 қара шар болады. Сонда 14 тәсіл шығып тұр. Екіншіне дәл солай 4 қара мен 5 қызылды алып алды. Енді ол қызыл шарды алғысы келеді, қара шарды алғысы келеді. Бірақ жолы болмау үшін оған бірінші ең алдымен қайта 4 қызыл шар түседі. И потом ең соңында 1 қара шар алады. Сонда барлығы бізде сенім түрде алу үшін 14 шар алу керек. Былайша айтқан кезде ол өзінің алу керек 5 қарасы мен 5 қызын алады. Және қалай алса да ол әр қораптан, бірінші қораптан алатын болса 4 қараны, екінші қораптан алатын болса 4 қызыл артық шарды алып қояды екен. Сонда есептің жауабы 14 деген жауап нұсқасы дұрыс болады. Ол сенімді түрде 5 қара мен 5 қызды алу үшін кемінде 14 шар алу керек екен. 10 деген жауап нұсқасы дұрыс болмайды. Өйткені алған 10 шарының барлығы қызыл түсті шар болып қалуы мүмкін. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі 6-шы тапсырма. Бір мезетте арақашықтығы 300 км болатын ауылдан Мирас пен Самат бір-біріне бір бағытта шығады екен. Екі түрлі көлікпен Мирас ол бізде әр 100 км сайын жылдамдығын 2 есе арттырып отырады. Ал Самат болатын болса, әр сағат сайын өзінің жылдамдығын 2 есе арттырып отырады екен. Онда мен әр балалардың бөлек-бөлек есептеп алайын. Олар ауылдан қалаға неше сағатта баратынын тауып алайын. Мирас әр 100 км-де жылдамдығын 2 есе арттырады. Яғни ол бірінші 100 км-ді 40 пен жүреді, екінші 100 км-ді 80 мен жүреді, үшінші 100 км-ді 160 пен жүреді. Енді біз осы өрнектің мәнін есептеуіміз керек. Өрнектің мәнін ортақ бөлмеге келтіріп, ортақ көбейту шақыру сыртынан шығарып есептейтін болсаңыздар, сіздерде 700 бөлінген
160 деген жауап шығады. Енді қысқартасыздар, әрине сол кезде сіздерде 0 мен 0 қысқарады. 2-ге қысқартсаңыздар болады 35 бөлінген 8. Есептейтін болсаңыздар 3,8 деген жауап шығады. Яғни Мирас ауылдан қалаға 3,8 сағатта барады. Енді келесі мен есептейтін Самат есептеп аламын. Енді Самат әр 100 км сайын емес, ол әр сағат сайын өзінің жылдамдығын 2 арттырып отырады. Яғни ол бірінші сағатта 40 км жол жүреді. Екінші сағатта 80 км жүреді. Үшінші сағатта 160 км жол жүреді. Яғни Самат көріп тұрғандарыңызда 40-80-160 барлығы 280 км жол жүріп қойды. Енді оған қалғаны 20 км жол қалды. Ол онда осы қалған 20 км-ді 320 км/сағат жылдамдықпен жүреді. Онда есептейтін болсаңыздар, біріншісінде 40 км жүреді, екіншісінде 80 км, екінші сағат 80 км, үшінші сағатта 160 км, ал төртінші соңғы сағатта бір сағатта ол жүрмейді, ол 20-ның 320-ға қатынасы, яғни 320-дан 20 немесе 16-дан 1 сағат қана қозғалады екен. Сонда жалпы Самат есептейтін болсаңыздар, Самат сіздерде 3,16-дан 1 сағат жүреді, ауылдан қалаға дейін. Ал Мирас болатын болса, ол 3,5 емес күнді күте тұрыңыздар. 1, 2. Мынаны есептейтін болсақ, мұнда 4 бүтін ғой. Жаңыз кетіп. Мирас сіздерде 4,8-3 сағат жүреді екен. Жақсы есептеп алдық. Енді әрі қарай бірақ бізде кім неше сағаттан кейін барады деген мәліметтер сұрап тұрған жоқ. Балалардың біреуі қалаға жеткенде, екіншісіне қалаға жетуге қанша километр қалды деп сұрап тұр. Олай болса, мен Мирас 3,16-дан 1 сағатта неше километр жүретінін тауып алуым керек. Яғни онда мен астында Саматтыкі өшіріп тастай салам, болды. Енді бізге Саматтың керек жоқ. Так, Мирас 3,16-дан 1 сағатта қанша километр жүретінін табу үшін бірінші, ең бастапқы 100 километрге сіздер көріп тұрсыздар, Мирасқа 2,5 сағат керек. Сонда бастапқы 2,5 сағат бойы ол 40 км/сағатпен жүріп отырады. Ал енді қалған, мына екеуінің айырмасын тауып аласыздар, ол кезде ол 80-мен жүріп отырды деген сөзді білдіреді екен. Яғни біз ең алдымен 3,16-дан 1-ден азайтамыз 2,5-ті. Амалды орындайтын болсаңыздар, сіздерде 16-дан 9 шығады. Яғни ол 16-дан 9 сағат бойы, яғни Мирас 16-дан 9 сағат жүргеннен кейін уже Самат қалада болады. Енді осы уақытта қанша километр жүргенін табайық. Ол үшін біз 16-дан 9-ды көбейтеміз 80-ге. Қысқартасыздар, сіздерде 45 км деген жауап шығады. Яғни мына кезде ол 100 км-ның барын жүріп үлгермейді екен, ол тек қана 45 км-ін жүріп үлгереді екен. Сонда Самат барлығы 145 км жол жүріп өтті. Мына жақтағы 100 км, тағы плюс 45 км. Мирас барлығы 145 км жол жүрді. Енді сұрақ, Мирас 145 км жол жүрді, оған алы қалаға жету үшін қанша жолы бар дейді. Олай болса, біз 300-ден азайтамыз 145-ті, кейін 155 км деген жауап нұсқасы дұрыс болады. Менде мұнда орфографиялық қате кетіп қалыпты. Мұнда жерде 155 деген жауап нұсқасы болады. Яғни сіздердегі Б деген жауап нұсқасы дұрыс болады. Жақсы, сонда ары қарай жалғастырайық. Келесі 7-ші тапсырма. Төмендегі суретте 25% боялған неше шаршы бар? Белгілеген есепті шығару үшін енді 25% деген осы жерде ауданға қатысты айтылып тұр. Онда біз қандай санның 25% анықтауға болатынын анықтап алайық. Бірінші мысалға, 1/1 деген шаршының біз 25% анықтай алмаймыз, өйткені бүтін шықпайды. 2/2 деген шаршының ауданы 4-ке тең, 4-тің 25%, яғни 4-тің біреуі боялған болу керек. 3/3 деген шаршы тақ болып тұр, ауданы, сондықтан оны да қарастырмай қойсақ болады, 9-ның 25% анықталмайды. Келесі, 4/4 деген шаршының ауданы 16, ал 16-ның 25%, оның бізде кемде 4-еуі боялған болу керек. 5/5 дегенді біз қарастыра алмаймыз, өйткені 25-тің 25%-ға бүтін сан болмайды. Келесі, 5/5-тен кейінгісі 6/6 дегенді қарастырып көруге болады, бірақ суретте көріп тұрса, мынаның ені бар жоғы 5 қана торқы. Сондықтан біз 6/6-ны тоже қарастырмайды екенбіз. Яғни бізге санау керек, 4-еуінің біреуі болған 2/2 неше шаршы бар, 16-ның 4-еуі боялған 4/4 неше шаршы бар екен санап алуымыз керек екен. Онда мен ең алдымен 2/2-ден санаймын. Көріп тұрғандарыңыз, енді мен бұны 1-еу,
осының астындағысы 2, оңға қарай жылдып қажет емес. Мына жақта міне тағы 3, ары қарай жалғастырайық. Мына жақта мынау істерді 4, оның астында 5, мына жақта міне барлығы 6. Яғни 2-де 6 деген істерде барлығы 6 шаршы бар екен. Енді мен оларды өшіріп тастаймын. Енді маған санау керек нәрсе 4-те 4-ті санаймыз. 4-те 4-тің 4-еуі боялған болу керек. Яғни оның ең алғашқысы мынау бір шаршы. Міне 4-еуі боялған. Енді дәл осыны біз бір төрткүл төмен ғана түсіріп, мына 16-сында 4-еуі боялған деп айтсақ болады. Яғни екеуі санап алдық. Енді осыларды оңға қарай бір-бірін жылытамыз. Сол кезде келесі мына 4-еуі бізде ол есепке алынбайды, көріп тұрсыздар. Онда ең соңғысын қарастырып көрсеңіздер болады, мына біреуі. Мына 4-те 4-тің 4-еуі боялған, және мына 4-те 4-тің 4-еуі боялған. Сонда бізде 4-те 4-тен 4 шаршы бар екен. Енді барлығы 6 мен 4-нің қосындысы барлығы 25% боялған 10 шаршы бар деп Д жауап нұсқасы берсеңіздер болады. Елген есептің Д жауап нұсқасы дұрыс болады. Әрі қарай келесі 6-шы тапсырма. Төмендегі сандар белгілі бір заңдылықпен жазылған, қай орындағы санның жай сан екенін анықтаңыздар дейді. Ең бірінші баған, 6-шы қатар дейді. Яғни бірінші баған деген сөз түсінікті не екенін. Енді осы жақта мынау бірінші, мынау екінші қатар, мынау үшіншісі, мынау төртіншісі, мынау бесіншісі, мынау алтыншы. Осы жердегі санның қандай сан екенін анықтап алуымыз керек екен. Енді ол үшін біз ең алдымен заңдылықты анықтап алайық. Берілген суреттегі заңдылық біріншісінде 1 сан, екіншісінде 2 сан, үшіншісінде 3 сан, онда төртіншісінде 4 сан болады да біздегі төртіншісіндегі сандар 10-ға дейін жазылатын болады. Бесінші бағанда 5 сан болады, ол жақтағы сандар 15-ге дейін жазылатын болады. Онда келесі 6-шы бағанның бірінші қатардың бірінші баған 6-шы қатардағы сан ол сіздерде 16-ға тең болады. Ал 16 деген санның жай сан емес екенін білесіздер. Сонда біз оны есепке алмай қойсақ та болады. Келесі енді екінші баған 20-шы қатар дейді. Оны қазір тағы санап көрейік. Оны санау үшін мен бірінші мынандай бір заңдылықты байқасам болады. Қараңыздар. Мына жаққа жазайын. Ең бірінші сан, бір саны ол сіздерде тақ сан. Бір санның астындағы сан ол сіздерде жұп сан. Екі санның астындағы сан ол сіздерде жұп сан. Төрттің астындағы сан енді ол сіздерде тақ сан болады. Неліктен? Өйткені біз келесі санды табу үшін 4-ке қосамыз 3-ті. Өйткені мына қатарда 3 сан бар. 4-ке 3-ті қоссақ бізде тақ сан шығады. Енді одан кейінгі санды табуымыз керек. Онда мына бағандағы санды табу үшін бұл бағанда бізде 4 қана жол бар. Сондықтан біз бұған таққа жұпты қосамыз да келесі бағандағы сан бізде қайтадан міндетті түрде тақ болады екен. Енді осы заңдылықты жалғастыра берсеңіздер болады. 9-дан мынау келесі 6-шы қатардағы санды табу үшін бізде 5-ші бағанда 5 сан бар деп айтсақ болады. Яғни тақ сан бар. Жұп сан болды оның алдында, енді мына тақ сан бар. Олай болса біз таққа тақты қосса келесінде бізде қайтадан жұп шығады екен. Міне көріп тұрғандар тақ, жұп, жұп, тақ, жұп. Келесінде қайтадан жұп болады, одан кейін қайтадан тақ болады, одан кейін қайтадан тақ болады. Яғни біздің есепте заңдылық 4 фигура сайын 4 қатар сайын қайталанып жатыр екен. Онда біз бірінші баған 21-ші қатардағы санды анықтап алсақ болады. Оны анықтау үшін біз 21-ді 4-ке бөліп 21-ді 4-ке бөлсек бізде 5 бүтін қалдығы біреу қалады. Онда берілген санымыз бізде тақ сан болады екен. Әзірше біз мына сан туралы мәлімет білеміз. Берілген сан бізде тақ сан. Енді келесі екінші баған 20-шы қатардағы санды табу керек. Ол үшін мен бірінші баған 20-шы қатардағы санды тауып алайын. Ол үшін мен 20-ды 4-ке бөлем. Ол қайтады. Яғни былайша айтқан кезде осылай жалғаса беретін болса 21-ші қатардағы сан, бірінші баған тақ сан болады. 20-шы баған бірінші қатардағы сан ол тоже тақ болады. Ал енді екінші баған 20-шы қатардағы сан тақтан кейінгі сан ол сіздерде міндетті түрде жұп сан болады екен. Сондықтан сіздерде мынау Б саны жұп сан деп тұр екен. Ал бізде жай сандардың ішінде 2 деген ғана сан жай сан. Ал 2 саны ол өте үстінде орналасқан. Сондықтан мына санды 2-ден үлкендеп берілген санды тоже есепке алмай қойсақ болады екен. Енді бізде Ц Д нұсқаларының біреуі қалды. Д нұсқасын тауып көрейік. Д нұсқасы 6-шы баған 6-шы қатардағы сан. Яғни мынау 3 бұрыш жалғастыра беретін болса, мына жердегі сан болып тұр ғой. Енді оны табу өте оңай.
Біз 15-тен кейінгі мына жақта 6 сан бар деп, 15-ке 6-ны қоса салсақ болады. Сонда 6-шы баған 6-шы қатардағы сан сіздерде 21 деген сан болады. Ал ол сан жай сан емес, сондықтан Д жауап нұсқасын тоже есепке алмай ақ қойсаңыздар болады. Сонда есептің жауабы бірінші баған 21-ші қатар болады екен. Так, берілген сан сіздерде, мен жаңылыспасам, 211 деген сан. Яғни 20-шы қатар 20-шы бағандағы санын тауып аласыздар. Оған әр қарай келіп бірді қоса саласыздар. Яғни 20-шы қатар 20-шы бағандағы сан. Ол сіздерді 21 көбейтілген 20 бөлу 2 тең 210. Яғни бірден бастап 21-ге дейінгі сандар, 20-ға дейінгі сандардың қосындысы. Онда 20-шы қатар 20-шы бағандағы сан 210, одан кейінгі сан бірінші баған 21-ші қатардағы сан сіздерде 211 болады. Сонда есептің жауабы 211 шығады. Ары қарай келесі 9-шы тапсырма. Қайрат 100 беттік кітап беттерін бірінші беттен бастап нөмірледі, бірақ ол 0 цифры бар сандарды мүлдем қолданбады, яғни төмендегі ретпен жазды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-дан кейін 10-ды секіргіп, бірден 11-ді жазып отырды. Солай жалғаса беретін болса, 100-ші бетті қалай нөмірледі дейді. Онда мен міне үстіне нөмірді жазып қойын. Мынау бірінші бет, ары қарай екінші бет, үшінші бет, және осылай жалғаса береді. Мұнда бізде сізде түсіну үшін мен 10-ші бет деп қойын, және солай жалғастыра беріп 90 сөйтіп кете берсін. Енді түсінікті біз бірінші бетті 1-мен жазамыз. Мынау беттің сыртындағы нөмір. Бірінші бетке 1 дейміз. Екінші бетке 2 дейміз, үшінші бетке 3 дейміз. Олай жалғастыра беретін болсақ, 9-шы бетке біз 9 деп жазамыз. Бірақ 10-шы бетке бізге 10 деп жазуға болмайды, сондықтан ол жаққа біз 10-нан ақтап кетеміз, 10-нан кейінгі сан 11 деген санды жазады екенбіз. Енді осы сана берейік, қараңыздар. Бізден 10 деген санды жазуға болмайды, 20-ны жазуға болмайды, 30 болмайды, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9 санды жазуға болмайды. Сонда мен бірден бастап 99-ға дейінгі сандарды жазған кезде мен 9 санды аттап кеттім. Негізі бірден бастап 99-ға дейін бізде 99 сан бар. Бірақ мен 9 санды аттап кеткенде минус 9 болды, біз барлығы бар жоғы 90 ғана санды жазған екенбіз. Яғни бұл деген сөз бізде 90-шы беттің сыртында 99 деген нөмір тұрады. Енді ары қарай жалғастыра берейік. Бізде 100-ші бетті сұрап тұр екен. Келесі, онда бізде 91-ші беттің сыртында 100 деген санды жазуға болмайды, 101-ді жазуға болмайды. Яғни 109-ға ешқайсысын жазуға болмайды, 110-ды да жазуға болмайды. Сондықтан 91-дің сыртында 111 деп тұрады. 92-дің сыртында 112 деп тұрады. Осылайынан жалғаса береді. 99-ші беттің сыртында 119 деп тұрады. Ал 100-ші беттің сыртында сіздерде 119-дан кейін 120, бірақ оны жазуға болмайды. Сондықтан 121 деп тұрады екен. Сондықтан біз есептің жауабы С жауабы дұрыс болады. Ары қарай жалғастыра берейік. Келесі 10-шы тапсырма. Жарысқа бірнеше команда қатысты. Әр команда бір-бірімен бір ойыннан ойнауы керек. Алайда жарыс кезінде бір команда ойынына қатысудан бас тартты. Нәтижесінде 21 ойын, 201 ғана ойын ойналды. Қатысудан бас тартқан команда неше ойын ойнады дейді. Олай болса, біз есепті былай шығарып көрейік. Енді жуықтап шығаруымыз керек. Біз жарысқа 10 команда қатысты деп ойлап көрейік. Яғни 10 команда бар. Онда және ешқандай команда ойында бас тартпасын. Онда 10 команда қалған командалардың барлығын ойнап шығады. Онда әр команда 9 ойыннан ойнайды екен. Бірақ бір ойынды біз екі рет есептеуге болады, сонда ол шаманы 2-ге бөлесіздер. Онда бізде 45 деген жауап шығады. Яғни 10 команда қатысса 45 ойын болады. Енді келесі 11-ші команда келіп қосылса, ойындар саны бізде тағы артады. Яғни 11 команда болса, 11-ші команда кетті, бүкіл командамен бір-бірден ойнап шығады. Сонда біз 45-ке тағы да 10-ды қосамыз. Яғни егер де 11 команда болса, біз оны 11-ді 10-ға көбейтіп, 12-ке бөліп 55 деп айтсақ болады, немесе 11-ші команда келіп 10 ойнап кетеді деп 55 деп айтсақ та болады. Ал бізде 201-ге жуық мән болу керек. Сондықтан осылай жалғастыра берсеңіздер болады. Және қандай да бір моментте, яғни біз не істейміз? Екі қатарлы санды көбейтіп 2-ге бөлгенде 55 деген сан шығып тұр. Онда біз керісінше 201-ді 2-ге көбейтейік. 400 деген сан шығады. Қатар тұрған екі санның көбейтіндісі 402-ге тең. Бірақ сіздер білесіздер, 20-ның квадраты ол 400-ге тең. Сондықтан біз былайынан жаза берсек болады екен. Бізде барлығы 21 команда болды.
және әрқайсысы 20 ойыннан ойнады. Және шыққан шаманы 2-ге бөліп тастайсыздар. Амалды орындайтын болсаңдар, сіздерде 210 деген жауап шығады. Яғни бізде барлығы, егер де барлық команда ойнайтын болса, 210 ойын ойналушы еді. Бірақ бір команда жарыстың ортасында ойнаудан бас тартқандықтан 201 ғана ойын ойналды. Онда 210-нан азайтамыз 201-ді, ол команда 9 ойынды ойнамаймын деп айтыпты. Бірақ бізде барлығы ол 20 ойын ойнау керек еді, оның 9-ын ойнаған жоқ, онда қалған 11 ойынды ойнады деп біз бір жауабын дұрыс жауап нұсқасы деп белгілесек болады екен. Яғни біздің есептің дұрыс жауабы бұл нұсқасы болады. Осымен құрметті оқушылар, бізде бірінші бөлім тест нұсқасы аяқталды. Өз ұпайларыңызды есептеп алсаңыздар болады. Бос орынды толтыру, дұрыс жауап нұсқасын таңдау. Енді келесі бос орынды толтыру бөлімі. Берілген есептерді өздеріңіз амалдарды есептеп, бос орынды толтыруларыңыз керек болады. Енді мен есептейін. Бірінші, 1-ге қосам 1-ді. 2 деп шығады. Келесі 1/2, ол 2-ден 1. Ең келесі 2-ден 1-ге 1-ді қосатын болсам, менде сіздерде 2-ден 3 деген жауап шығады. Бірақ, яғни қараңыздар, мына жақтан 1 шықты, оған 1-ді қостық, 2 шықты, 1/2 болды. 1-ге 1/2-ні қостық, 2-ден 3 шықты. Енді 1-ді бөлеміз 2-ден 3-ге. Сіздерде 3-тен 2 деген жауап шығады. 3-тен 2 деген жауап, мына жақтан 3-тен 2 деген жауап шығады екен. Оған 1-ді қосатын болсаңыздар, сіздерде 5-тен 3 деген жауап шығады екен. Сонда бізде А бөлігі сіздерде 5-тен 3-ге тең болады. А мен бұның қосындысы 8-ге тең болады. Сонда бірінші есептің дұрыс жауабы 8 болады екен. Ары қарай келесі екінші тапсырма, цифрлары қайталанбайтын, ең үлкен 9-ға бөлінетін 4 таңбалы сан нешеге тең дейді. Онда біз белгіленген 4 орын сап қояйық. Санымыз ең үлкен болу үшін ол міндетті түрде 9-дан басталу керек. 8, 7. Енді қазір цифрлардың қосындысы sepsek ол 24-ге тең болып тұр. Ал 9-ға бөліну ережесін білесіздер, сан 9-ға бөліну үшін оның цифрларының қосындысы 9-ға бөліну керек. Онда бізге мына жаққа бос орынға жазуға болатын мүмкін ең үлкен сан ол 3-ге тең болады екен. Ең үлкен цифр. Онда біздің санымыз 9873 болады екен. Яғни біздің есептің жауабы, екінші есептің жауабы 9873 болады. Ары қарай келесі 13-ші тапсырма. Төмендегінде сурет берілген, яғни берілген суретті көріп тұрсақ, бізде бастапқыда А және С тікбұрыштар болған, екеуі бір-бірімен қиылыс біріккен, және сол кезде бірақ қиылысып отырып біріккен, сол кезде бізде пайда болған фигураның ауданы 1333-ге тең болады. Және екі фигураның қиылысына пайда болған фигура біз Б тіктөр бұрыш деп атап көрейік. Енді А және Б фигураларының аудандарының қатынасы 7-дің 2-ге қатынасында, Б мен С-ның аудандарының қатынасы 3-дің 8-ге қатынасында. Енді көріп тұрсыздар, бізде бұл жақта екеуіне де ортақ Б деген фигура тұр. Сондықтан мен былай жазып алсам болады екен. Б фигурасының ауданы 6х деп болады. Яғни 2-ге де 3-ге де бөлінетін сан 6 деген санды алдым. Сондықтан Б фигурасының ауданы 6х деп болады. Енді мен А фигурасының ауданын тауып алайын. Және көріп тұрсыздар, олардың қатынасы 7-ның 2-ге қатынасына деп тұрды. Онда 7-ның 2-ге қатынасы болатын болса, мен бөлшектің аламында бөлімді 3-ге көбейіп жүрсем, ол бізде 21-дің 6-ға қатынасына болады. Онда А фигурасының ауданы 21х болады екен. Да, солай мен енді С фигурасының ауданын тауып алайын. С фигурасының ауданын табу үшін біз онда 6-ны 3-ге бөліп 8-ге көбейтеміз де пропорциямен шығарсақ болады. Шығаратын болсаңыздар, онда бізде С фигурасының ауданы 16х болады. Енді жалпы үлкен төмендегі мына фигураның ауданы 1333 дейді. Онда біз аудандарының қосындысын 1333-ге бөлуіміз керек. Бірақ біз А, Б, С үшеуіне аудандарының қосындысын емес, мына фигураның ауданын 1333-ге бөлуіміз керек. Ал берілген фигураның ауданын есептеген кезде біз А мен С-ны қосып, қиылысып тұрған Б деген жерді алып тастауымыз керек. Өйткені А мен С-ны қосқан кезде мына ортада қиылысып кеткен жер бар. Яғни оны біз екі рет есепке ала алмаймыз. Сондықтан бізде 21 қосылған 16 азайтылған 6 х-тар бар қастарында. Тең болады 1333-ге. Орындайтын болсақ, бізде 31х шығады, ол тең болады 1333-ге. Х тең болады 43-ге. Сонда х-тің мәні 43-ге тең болады екен. Енді А тіктөртбұрыштың ауданы нешеге тең дейді, онда біз аламыз да А-ның ауданы 21х деп айттық, онда біз 21-ді көбейтеміз 43-ге. Енді біз 21 мен 43-ні көбейтісін табастық болады екен.
егер де амалды дұрыс орындайтын болсаңыздар, бізде 903 метр квадрат деген жауап шығады. Есептің дұрыс жауабы сіздерде 903 болады. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі сіздерде 14-ші тапсырма. 2025-тен үлкен және осы санның бірден өзге 3 бөлгішіне бөлінетін ең кіші санды табыңыз дейді. Онда біз 2025 санның бөлгіштерін жазып алайық. Енді 2025 санын біз 45-тің квадрат түрінде жазсақ болады. Бұл деген сөз біз белгілеген санды 3-тің 4 дәрежесі көбейтілген 5-тің квадрат түрінде жазуымыз керек. Енді ең кіші санды дегенде біз белгілеген сан біздің іздейтін санымыз осы санның қандай да бір бөлгіштеріне бөліну керек. Оны 3-ке бөлінеді деп қарастырып көрейік. Яғни біздің іздейтін санымыз 3-ке бөлінгенін қаласақ, онда біз 2025-ке 3-ті қоса беруіміз керек. Ал енді егер де біз біздің іздейтін санымыз 5-ке бөлінгенін қарасақ, онда біз 2025-ке 5-ті қоса беруіміз керек екен. Бірақ қараңыздар, яғни мысалға 2025-тен кейінгі 3-ке бөлінетін сан ол 2028 болады. Бірақ берілген сан тек қана 3-ке бөлінеді. Яғни мына берілген санның бір ғана бөлгішіне бөлінеді. А бізге бірден өзге 3 бөлгішіне бөліну керек. Мен мысалға 6-ны қоссам болады. Бірақ 6 деген опять ол бізде 2031 болады. Ал 6 тек қана 3-ке бөлінгендіктен біздің іздейтін санымыз тоже тек қана бір бөлгішіне бөлінеді. Ал біздің іздейтін санымыз 3 бөлгішіне бөліну керек. Осылайынан 3-тің еселіктерін қарастыра берсеңіздер болады. Яғни біз онда 2025 санына кем дегенде 15 деген санды қосуымыз керек екен. Яғни 2025-ке 15-ті қоссақ бізде 2040 деген сан болады. 2025 15-ке бөлінеді, 15 15-ке бөлінеді, онда 2040 санында 15-ке бөлінеді екен. Яғни бұл 2040 саны 2025-тің 3, 5, 15 деген бөлгіштеріне бөлініп тұр екен. Немесе бірден өзге 3 бөлгіш болса, сол санның өзі 4 бөлгіші бар. Яғни біз 4 бөлгіші бар, 3-тің және 5-ке көбейту арқылы жазылатын ең кіші сан тауып алсақ та болады. Онда есептің жауабы сіздерде 2040 деген жауап нұсқасы болады екен. Ары жалғастырайық. Келесі 15-ші тапсырма. Мирас пен Саматтың сан құрылықтарының қатынасы 33-тің 37-ге қатынасында, кейін Самат мирасқа 40 сан құрылық бергеннен кейін олардың қатынасы 100-тің 107-ге қатынасында болды. Бастапқыда балаларда барлығы қанша сан құрылық болды деген тапсырма екен. Енді берілген есепті көп оқушылар пропорциямен шығарды, яғни бастапқысын біз 33 үкісінің 37-ге қатынасы деп алдық. Манаған біз так Самат мирасқа берді. Мұна мирас болды үсті. Асты Самат болды. Мұнда 40-ты қосып, мұнда 40-ты азайтып, тең 103-тен 107-те есептеген балалар көп болды. Бірақ бұлай шығарсаңыздар, сіздер ұзақ шығарып кетесіздер, сондықтан мен сіздерге басқа бір тиімді бір әдісін көрсетейін. Яғни былай айтамын. Бастапқыда, яғни 33-тің 37-ге қатынасы деген сөз, мираста бізде бастапқыда оның сан құрылықтарының саны 33 бөлік болды. Ал кімдікі? Саматтікі бізде 37 бөлік болды. Бұл сол кезде. Енді мен қазіргілерін тауып алайын. Бергеннен кейін мираста бізде 103 бөлік болды. Саматта бізде 107 бөлік. Байқайтын нәрсе қараңыздар. Бізде есептеп бірінші шама өзгермей тұр. Ол екі баладағы жалпы сан құрылықтары саны. Онда бастапқы бөліктері бойынша мен есептейтін болсам, 33 пен 37-нің қосындысы бізде мирас пен Саматта барлығы 70 бөлік сан құрылық бар екен. Ал жаңасы бойынша мен аны кіші бөліктегі ата қойып қояйын, чтобы шатаспау үшін сіздерге. Ал қазір бізде оларда 100 пен 107-нің қосындысы, қазір бізде оларда 210 кіші бөлік сан құрылық бар екен. Сонда көріп тұрсыздар, біздің бір үлкен бөлігіміз 3 кіші бөліктен тұрады екен. Онда біз мирас пен Саматтың бастапқы сан құрылықтарын 33 бөлік пен 37 бөлік деп емес, 3 есе арттырып жіберіп, мираста 99 бөлік, 99 кіші бөлік, ал Саматта 37 3-ке көбейтсеңіздер болады. 37 3-ке көбейтсеңіздер 190, 111 кіші бөлік сан құрылық бар деп шығарсаңыздар болады. Міне қараңыздар. Мына жақта екеуінде барлығы 210 кіші бөлік бар, мында да екеуінде барлығы 210 кіші бөлік бар екен. Енді қараңыздар.
Мираста 99 болған 103 болып кетті, яғни 4-ке артып тұр. Ал осы 4 бөлік ол Саматтың бергені. Сонда біз келеміз де 40-ты бөлеміз 103-пен 99-ның айырмасына бөлеміз. Есептеп көрейік, 4 44-ке бөлсек 10 шығады. Яғни бұл деген сөз бір бөлікте 10 саңырауқұлақ бар деген сөзді білдіреді. Енді барлығы қанша саңырауқұлақ бар деген кезде біз барлығы 210 бөлік бар. 210-ды көбейтемін 10-ға, ең болады 2100 балаларда саңырауқұлақ болды деп шығарсаңыздар болады екен. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Келесі 16-шы тапсырма. 2025-ті n-ге бөлгенде 25 қалдық қалады. N санының неше мүмкін мәні бар екен табуымыз керек. Онда қараңыздар, бізде онда 2025-ті n-ге бөлген 25 қалдық қалса, онда біз 2025-тен 25-ті алып тастайық, артық қалдығын 2000 деген сан қалады. Яғни біз 2000 санын n-ға бөлсек, онда ешқандай артық қалдық қалмауы керек деген сөзді білдіреді. Бірақ ескеретін нәрсе, санның қалдығы санның өзінен всегда кіші болады. Яғни n үлкен 25-тен деп айтсақ болады. Яғни бізге табу керек нәрсе 2000 санының n бөлгіштерін 2000 санның бөлгіштерін 2000 санның 25-тен үлкен бөлгіштерін тауып шығуымыз керек. Бірінші онда біз ең алдымен жалпы бөлгіштер санын санап алайық. Ол үшін 2000-ді жүктеуіміз керек. Бізде ол 2-ның 4 дәрежесі көбейтілген 5-дің кубындағы түрде болады. Есептейтін болсақ, яғни мына жақта 2-ның альфа 3-дің бета дәрежесі бар. Альфаның 4 мүмкін мәні, 5 мүмкін мәні бар. 0, 1, 2, 3, 4. Беттаның 4 мүмкін мәні бар. 0, 1, 2, 3. Сонда біз 5-ке көбейтеміз 4-ті тең болады 20. Яғни 2000 санының барлығы 20 бөлгіші бар екен. Бірақ біз 20 деп алмаймыз, біз 20-дан 25-тен кіші бөлгішін алып тастаймыз. Бірдегі бөлгіші бар 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25 деген бөлгіштерін есепке алмамыз керек екен. Немесе мына формуласында қалай шығаруға болады десеңіздер, мен 2000 сан бала жүктеп жазсаңыздар болады. 2000 деген осы жерде 1 көбейтілген 2000, 2 көбейтілген 1000, 3 көбейтілген, 3 болмайды ғой, 4 көбейтілген 500, 5 көбейтілген 400, келесі 8 көбейтілген 8 көбейтілген 250, ары қарай жалғастыра берейік мына жаққа. 10 көбейтілген 200, 16 көбейтілген 125, келесі 20 көбейтілген 100 және 40 көбейтілген 50 түрде жазып алсаңыздар болады. Және біздің айтып отырған 20 бөлгішіміз осы. Міне, осы тұсында 20 бөлгіші бар. Бірақ біз осылардың ішінен 25-тен кішілері үлкендерін ғана аламыз, кішілерін алып тастаймыз. Мына болмайды, мына сандардың ешқайсысын ала алмаймыз. Яғни 2005-ке бөлінеді, бірақ одан 25 қалдық қалмайды деген сөзді білдіріп тұр. 16 болмайды, 10 болмайды, 20-ның өзі болмайды. 25 деген санды жазбай кеттім ғой мен, иә? Сөз тұрыңыздар. 25. Мен мына жақта біреуін қалдырып кеткен секілдімін. Я кейбіреуін қайталап жазып қойған секілдім. 5 көбейтілген 20, біреу 2, 3, 4, 5. Абасе біреу қалып қойыпты. Бізде мұнда 25 көбейтілген 80 деген қалып қойыпты. Міне осында 20 бөлгіші бар. Және 25 сан есепке алмаймыз. Сонда біз есепке алуға болатындары біреу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни бізде барлығы 10 бөлгіші. 11 ғой, күте тұрмыздар. Міне 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Барлығы 11 мүмкін мәні бар екен. N санның неше мүмкін мәні бар десе, 11 деп жауап береді екенсіздер. Ары қарай келесі 17-ші тапсырма. Енді есептен берілген уақыт танысып алыңыздар. Барлар яғни біреу 8-ден 1-ін алады, келесі өзі қалаған бір қоратын 7-ден 1-ін алады, солай жалғаса береді. Енді бізде ең бірінші келген бала 8-ден 1-ін алған кезде, бірінші күн ол 48-ден 8-ден 1-ін алуы мүмкін. Бірақ ол біз үшін тиімсіз. Неге? Өйткені бірінші бала 48-ші қораптың 8-ден 1-ін алғанша, бізде бірінші күні барып 48-ші қорап 8-ден 1-ін алғанша, соңғы күннің алдында
осы қораптың 3/1 алған әлдеқайда тиімдірек. Өйткені мысалы 48-дің 3/1 әлдеқайда үлкен соң, чем 48-дің 8/1-іне қарағанда. Сондықтан біз есепті былай шығарсақ болады екен. Яғни 50-ші қорапты мен ең соңғы күн аламын. 48-ші қорапты мен оның алдында аламын. Келесі 4/1, одан кейін 5/1, одан кейін 6/1, одан кейін 7/1, одан кейін 8/1. Яғни біз приоритетті кіші сандарға береміз. Келесі 4/1, яғни мен қай қораптың 4/1-ін алуым керек? 40-тың 4/1 маған тиімсіз, сондықтан мен үлкенірек қорапты аламын, ол бізде 44-ші қорап. 5/1 десе біз 45-ші қорапты айтамыз. Көріп тұрсыздар ма не? 50-дің 5/1 алғанша біз 50-дің 2/1 алғанда әлдеқайда тиімдірек. Басып былайша айтқан кезде 6 болатын болса, бізде мына жақта 6-ға бөлетін 42-ні алсақ болады екен. 7/1 бізде ол 49-ның 7/1 алсақ болады. 8/1 бізде қалып қойғаны ол 40 деген санның 8/1 алсақ болады екен. Яғни бірінші барып Мирас 40-шы қораптың 8/1 алуы керек екен. Енді амалдарды орындап есептеп шығуымыз қажет. Егер де амалдарды дұрыс орындап есептеп шығатын болсаңыздар, біздерде 80 деген жауап шығады екен. Сонда бізде сіздермен 17-ші есептің жауабы 80 деген жауап шығады. Ары қарай келесі 17-ші тапсырма. Екі қара 6 ақ шар бар. Кез келген қатар тұрған екі шардың кемінде біреуі ақ шар болатындай неше тәсілмен бір қатарға осы 8 шарды қоюға болады екен. Енді қараңыздар, белгілеген есепте бізде мынау ұзын сөйлемені білдіріп тұр. Кез келген қатар екі шардың біреуі ақ шар болатындай деген сөз, ол екі қара шар қатар тұрмау керек. Егер де екі қара шар қатар тұрып қойса, онда мына кез деген екеуінің біреуі ақ шар болмай қалады екен. Яғни мен онда бізде өзі екі ғана қара шар бар ғой, бүйтіп ойлап көремін. Бірінші қара шар бірінші орында тұрсын. Егер де бірінші қара шар бірінші орында тұрса, екінші қара шар бізде екінші орында тұра алмайды. Өйткені ол қатар тұрып қояды, сондықтан ол 3-те, 4-те, 5-те, 6-та, 7-те, 8-ші орында тұра алады екен. Сонда бізде мына жақта 6 түрлі вариант бар. Енді келесі, бірінші қара шар екінші орында тұрсын. Онда ол келесі, бірде уже тұра алмайды, біз арты жақты қарастырмай қойсақ болады. Келесі, 3-те тұра алмайды, яғни ол 4-те, 5-те, 6-та, 7-те, яғни 8 болады. Яғни ол жақта бізде 5 вариант бар. Сөйтіп жалғаса береді. Бірінші қара шар 3-ші орында тұратын болса, онда бізде мына жақта ол либо 5-те, 6-та, 7-те, 8 ғана тұрады екен. Сонда біз получается мында 6 вариант, мында 5 вариант, мында 4 вариант деп 6 қосылған 5, қосылған 4, қосу 3, қосу 2, қосу 1 деп сандардың қосындысын істеп барлығы 21 тәсілмен осы шарларды бір қатарға қойып шығуға болады деп шығарсақ болады екен. Ары қарай келесі 19-шы тапсырма. Дүкенде қалың дәптердің құны 30 теңге тұрады, жұқа дәптер одан арзанырақ тұрады екен. Енді балалар күніне орай қандай да бір екі дәптер түріне де жеңілдік болады. Сөйтеді бізде жұқа дәптердің бағасы 20 теңге болады, қалың дәптердің бағасы белгісіз. Бірақ болған пайыз мөлшері дәптерлердің құнының барлығы бүтін сан деп беріп қойған екен. Мен пропорция құрастыра саламын. Бастапқы дәптерім 30 теңге тұрды, қазір ол менде X теңге. Мына дәптерім 20 теңге тұрды, басында ол бізде Y теңге болған еді. Енді қарапайым пропорция, біз айтамыз 30 пен 20-ның көбейтіндісі ол X пен Y-тің көбейтіндісі. Екі санды көбейтсеңіздер 600 шығады, яғни X пен Y-тің көбейтіндісі 600-ге тең болады екен. Енді ескеретін бір жайт бар. Біздегі мынау X саны міндетті түрде 30-дан кіші болу керек. Онда біз 30-дан кіші болатындай X пен Y-ті қандай екі сан түрінде жазсақ болады екен. Ол жағдайды істейді, яғни біз 30 көбейту 20 деген тұр бар, бірақ ол жағдайды біз қарастырмаймыз. Бізде 25 көбейтілген 24 деген жағдай бар екен. Сонда біз айтамыз X-тің мәні не 25-те 24 болады, яғни 25 пен 24-тің көбейтіндісі немесе 24 пен 25-тің көбейтіндісі деп қарастырып көрсеңіздер болады. Енді осы жағдайларды қарастырып көрейік. Бізде X-тің мәні 25 болған жағдайды қарастырып көрейік. Онда бізде пайыздық қанша пайызға скидка алуған табу үшін біз мына жақ 25 болса 5 теңгеге арзан таттық. 5-ті бөліп тастаймыз 30-ға, көбейтеміз 100 пайызға. Есептесеңіздер 106-ға бөлінбей қалады. Сондықтан X-тің мәні 25 емес. Яғни онда X-тің мәні 24-ті қойып көрейік. 24-ті қойып көретін болсақ.
24-ті, яғни 6-да 24 теңге болатын болса, 6 теңгеге арзандап тұр. 6-ны бөліп тастайсыздар 30-ға, көбейтесіздер 100%-ға. Амалды орындап есептейтін болсақ, мына 5-тен 1 20% болады. Яғни 20%-ға арзандап тұр екен, және ол бүтін сан. Сонда x-тің мәні 24, y-тің мәні 25 болады екен. Бастапқы жұқа адаптердің бағасы неше теңге болды деген сұраққа біз бастапқы жұқа адаптердің бағасы 25 теңге болды деп жауап берсек болады екен. Ары қарай келесі 20-шы тапсырма. Бекзат Динара дәптерлерді безендірумен айналысты. Яғни Бекзатта қара мұқабалы дәптер бар екен. Қара мұқабалы дәптерде бізде 4 стикері бар, 6 смайлик бар, және 2 жұлдызша бар. Ал келесі бізде екінші дәптер, ол бізде қызыл мұқабалы дәптер. Ол жақта бізде 8 стикері бар, 15 смайлик бар, және 3 жұлдызша бар. Енді айтады, барлық жұлдызшылардың саны стикерлердің санынан 108-ге аз дейді. Жақсы. Енді оны x, y арқылы жазып алайық. Немесе былай байқайсыздар болып қараңыздар. Жұлдызшалардың саны стикерлердің санынан 108 екен. Мына жақта 2 жұлдызша, мында 4 стикер, значит ол всегда қаншаға кем болып тұр? 2-ге кем. Мында келесі жұлдызша мен стикерді қарастыратын болсақ, 8 стикер 3 жұлдызша бар, значит ол бізде қаншаға кем болады? 5-ге кем болады екен. Ары қарай қарап көрсеңіздер болады. 2-ге кем, 5-ге кем. Ал енді бізден сұрап тұрған нәрсе қанша смайлик бар дейді. Смайлик деген осы екеулердің айырмасынан 3 есе көп. Мына 2-ге кем болса, ол жақта 6 смайлик болады. Мына бізде әр дәптерде стикерлерден қанша артық болса, мына екеуінің смайликтердің саны содан 3 есесінде болып тұр. Сонда біз смайликтердің санын тапқан кезде 108-ді 3-ге көбейте салып 324 деп айтсақ болады екен. Сонда бізде барлығы 324 смайлик бар екен. Ары қарай жалғастырайық. Келесі бізде 21-ші тапсырма. Яғни есептен берілген оқып таныса берсеңіздер болады. Берілген есепте бізде айтады, мирас цифрларының қосындысы 3-ге тең болатын сандарды өз суретімен жазды. 10-шы орындағы сан нешеге тең? Сұраққа жауап бересіздер, 1 ұпай аласыздар. 60-шы орындағы сан нешеге тең? Сұраққа жауап бересіздер, 2 ұпай аласыздар. Деген сында беріліп тұр екен. Онда біз есептен берілген түсініп көрейік. Так, ең алдымен біз мирастағы 3-тегі санды жазады, цифрлардың қосындысы 3-ге тең болатын бір таңбалы сан. Енді 2 таңбалы сандар. Так, өз суретімен бастайық. Ол 12, ол 21, ол 30. Енді бізде получается 3 сан болды. Ары қарай жалғастырайық. Келесі 3 таңбалы сандар. Яғни біз уже осылардың арасын өлде тіркеп жазамыз, иә? Бізде онда ізделінді санымыз ең кішкентайы 102, одан кейінгісі 111, одан кейінгісі 120, одан кейінгісі 210, одан кейінгісі, керісінше 201, потом 210, дайып етпеңіздер, одан кейінгісі 300. Енді бізде көріп тұрғандарыңызда барлығы 6 сан болды. Енді 4 таңбалы санап көрейік. Так, біз онда осылардың арасын өлде тіркеп жазып отыруымыз керек. Ең кішісі 1002. Енді 1010-нан іздейміз. Одан кейінгісі 1011. Одан кейінгісі 1020. Сонымен 1010-1020-лар бітті. Келесі 1100-ді жалғастырайық. 1101, 1110. Так, осымен 1100-дер аяқталды. Енді 1200 бар. 1200. Так, осымен мыңдардың барлығы бітті. Енді 2000 деген сандар бар. Ол жақта бізден 4 сан алу керек. 2001, 2010, 2100 және 3000. Біреу 2, үшеу 4, бесеу 6, жетеу 8, 9, 10 сан. Енді осы реттілікпен санай берсек болады. Енді как раз 10-шы орындағы сан десек, біреу 2, үшеу 4, бесеу 6, жетеу 8, 9, 10 деп 10-шы орындағы санға сіздер бірінші сұрақтың жауабын 300 деп жауап берсеңіздер болады. Бірақ енді біз қазір 60-шы орындағы санды былай санай алмаймыз. Бірақ мынандай бір нәрсені байқасаңыздар болады. Бір таңбалы сандар ол біреу. Екі таңбалы сандар бірден бастап 2-ге теңгі сандардың қосындысы. Үш таңбалы сандар бірден бастап
үш таңбалы сандардың саны 1-ден бастап 3-ке дейінгі сандардың қосындысына тең болып тұр. Ал 4 таңбалы сандар сәйкесінше ол сіздерде 1-ден бастап 4-ке дейінгі сандардың қосындысына тең екен. Онда біз осы нәрсені түсініп алсақ, мен жазғанды өшіріп тастай берсем болады. Яғни қараңыздар, бізде 1 таңбалы сан жазайық. 1 таңбалы сан 1, 2 таңбалы сан бізде 1 қосылған 2, 3, пока барлығы 4 сан болды. 3 таңбалы сан бізде осыған 4-ті қоссақ, 3-ті қоссақ болады ғой. 6, яғни 1 қосу 2 қосу 3. 4 таңбалы сан осыған 4-ті қоссам 10. Так, 5 таңбалы сан осыған 5-ті қоссам 15. Енді барлығын бір санап алайық қанша болған. Так, 1 қосу 3 қосу 6, 10, 20, 20 қосу 15, 35. Әзірше әрі 60-қа дейін ұзақ бар. Онда 6 таңбалы сандар санайтын болса, 15-ке 6-тан қосамыз 21 деп айтылсақ болады. Міне енді есептеп алайық. Бізде барлығы 56 сан бар. Енді 60-шы орында деген сөз, ол 7 таңбалы санның 4-ші деген сөзді білдіреді. Бірінші сұрақ, 60-шы орындағы сан неше таңбалы сан? Ол сұраққа біз 7 таңбалы деп жауап берсек болады екен. Келесі үшіншісі, 60-шы орындағы сан нешеге тең дейді. Онда біз 7 таңбалы санның 4-шісін санап көрейік. Так, 7 таңбалы санның ең біріншісі, ең кішісі ол 1, 0, 0, 0, 0. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне осы бір сан, бұл 57-ші сан. Так, енді келесі, 10-дағы біреуге арттырам. Ол осының 11 деген саны, яғни 1, 0, 0, 0, 0, 11 деген саны осының 58 саны болады. 59 сан болса, онда бізде мына жақта 101 деп тұру керек. 60 сан болса, міне біздің жақта онда ол 110 деп аяқталып тұру керек. Яғни алдында сама собой бізде 1, 0, 0, 0 бар. 1, 0, 0, 0 бар. Сонда 60 орындағы сан, так, 1, сурет 0 жазамыз, және 110. Оқитын болсақ, берілген санды 1 миллион 110 деген сан. Енді келесі сұрақ, бастапқы 60 саны жазуға неше цифр кетті дейді. Енді ары қарай оны саны оңай деп ойлаймын. Бізде бір таңбалы бір сан бар, оны жазуға бір цифр керек. Яғни 1 көбейту 1. 2 таңбалы 3 сан бар, әрқайсысын жазуға 2 цифр керек. 3 таңбалы 6 сан бар, оның әрқайсысын жазуға 3 цифр керек. 4 таңбалы 10 сан бар, оның әрқайсысын жазуға 4 цифр керек. 5 таңбалы 15 сан бар, оның әрқайсысын жазуға 5 цифр керек. 6 таңбалы 21 сан бар, оның әрқайсысын жазуға 6 цифрдан керек. 7 таңбалы 4 сан бар, оның әрқайсысын жазуға 7 цифрдан керек. Керісінше көптің. Есептегенде 1, 6, яғни 1 қосу 6, қосу 18, қосу 40, қосылған 75, қосылған 126, қосылған 28 өрдегенің мәнін есептеуіміз керек екен. Так, амалды орындап дұрыс есептеген жағдайда сіздерде 4-ші сұрақтың жауабы 294 деген жауап шығуы керек екен. Есептеп тексеріп көрсеңіздер болады. Ары қарай кеттік, келесі 22-ші тапсырма. Сіздерде қандай да бір ребус берілген. Енді әр оқушы ребусты өзі әртүрлі әдіспен шығарады. Енді біздің тапсырма құрастырушы тараптан сіздерге ұсынатын тәсіліміз мына бір нәрсені байқасаңыздар болады. Яғни мұны қа деген сан мына саннан 10 есе үлкен. Мына саннан дәл солай 10 есе үлкен. Яғни сонда біз есебіміз мынандай түрде болып тұр екен. Мен а сық деген санды x деп алсам, ақа деген санды y деп алсам, біздің теңдеуіміз 10x қосылған x қосылған y қосылған 10y түрінде болады екен. Және ол мына бір санаға тең болады екен. Яғни 193,919. Ал бізде мына есептейтін болсаңыздар 11x қосу 11y шығады. Сонда біз мына шаманы 11-ге бөліп тастап, асық пен сақаның қосындысын тауып алсақ болады екен. Яғни мен жазып аламын. А бүтін сық мыңнан сық. Және бізде с бүтін мыңнан ақа қосындысы мына санның 11-ге бөлінгенде тең болады. Енді біз осыдан жазайық.
193,919-ды бөлеміз 11-ге. Так, бірден береміз 18. Мұнда 13 тағы бірден береміз 11. Мұнда 29. Енді өтерін қоя берсек болады. 193 мына жерде 11 ғой, бәсе кешікті тұрыңыздар. Мұнда 11, мұнда 83, мұнда 77 болады. Значит, бізде мұнда 17 болады. Жаңылыс кетіппін. 17 ары қарай біз 29-ды 11-ге бөлсек 22. Келесі 71. Ол жақта бізде 66. Бөлінбей қалды ғой. Мысалы, күте тұрыңыздар, мен бір бөліп тексеріп жіберейін. Жаңылыс кеткенді анықтау мақсатында. 193-те 9-ді 11-ге бөліп тастасақ, 17,629 шығады екен. Дұрыс, мында 70. Так, бөлдік 629. 629 жазып қойық. Так, 77, мында 83-тен алдыр. 83-тен алтын айтса, 29 емес, 66 ғой. 6 ғой. Сонда мұнда біз естермен 69 болады, мұнда 66 болады, мұнда 31, мұнда 22, әрі қарай 99, сонда 17,629 деген жауап шығады. 17,629. Так, енді бұны есептеп алдық, енді бізге осы ребусты шығаруымыз керек екен. Бірақ енді есепте бір анықтама берілген, бізге айтады 0,1 санын 0,110 түрінде жазуға болмайды дейді. Бұл деген сөз бізде мына бөлшектердің ең соңғы цифрлары 0-ге тең емес. Q мен A 0-ге тең емес екен, сондықтан оны жаза кетейік. Q және A тең емес 0-ге дейді. Так, Q мен A 0-ге тең емес деген сөз, енді келесі бір мынандай нәрсеге мән берсеңіздер болады. Мына жақта A мен С-ні қосақ 6 мен аяқтап 16 болып тұр. Ал мұнда A мен С-ні қосақ 17 болып тұр. Ол деген сөз 16 болып ойдағы біреу қосылды деген сөзді білдіреді. Сонда A мен С-нің қосындысы 16-ға тең. Ол екі ғана жағдай, ол 9 қосылған 7, ол немесе 7 қосылған 9. Бірақ қараңыздар, егер де A-ның мәні 9 болса, Q-ның мәні 0 болып кетеді. Ал біз есептің шарты бойынша ондай түрде жазуға болмайды деп тұр. Сондықтан біз міндетті түрде A-ның мәнін 7-ге тең деп алады екенбіз. Сонда бізде шығады A тең 7, Q тең 9. Мынау С тең 9. Қадақ көптің ғой. Жаңылыс отырып. С тең 7, A тең 7, С тең 9, С тең 9, A тең 7, мынау A-ның мәні 7. Енді Q-ның мәнін табу оңай, онда Q-ның мәні 2 болады, мынау 2 болады, мынау A-ның мәні 0-ге тең болады екен. Сонда ребустың шешімі 7,902, мұнда 9,727 деген санға тең болады екен. Есептің жауап осындай әдіспен шығады. Сонымен құрметті оқушылар, біз сіздермен алтынсақ олимпиаданың тапсырмаларын талдап болдық. Барлықтарыңызға шығарған есептеріңіз дұрыс болды деген ойдамын. Олимпиада барлықтарыңыз сәтті болсын. Осы олимпиададан алған білімдеріңіз өздеріңізге берекелі болғай. Қош сау болыңыздар. Келесі олимпиадада көріскенше сау салауатты болыңыздар.